Мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі жағдайында сорпа жасайтын боламыз. Өте пайдалы сорпа. Етімізді картошка, пияз, горох. Етімізді осылай көбіктеп тұрып алатын боламыз майдалап. Мен каналыма тіркеліп кеттіңіздер. Тіркелгендеріңіз мен үшін өте маңызды. Подписаться батырмасын басып, тіркеліп кетіңіздер. Мұны осылай турап аламыз. Турап алғаннан кейін пиязымызды турайтын боламыз. Картошкамызды тура сөйтіп соломка қылып турайтын боламыз картошкамызды. Мұны осылай бәрін турап аламыз, алдын ала дайындап. Майымызды алдын ала қыздырып, қуыратын боламыз. Мен осы екеуін қостым. Горохымызды жуып, бір-екі рет жуып аласыздар. Бұны горохты етті пісіріп жатқан кезде бірге саласыздар. Өйткені горох кеші көп ұзақ пісетін зат. Осы майымыз құйып алдық. Егер аз май құйсаңыздар болады. Осылай етімізді пісіріп алып, араластырдым. Сәл қуырылды деген кезде пиязымызды саламыз. Пиязымызды салып, осылай пиязымызды саламыз. Пиязымыз жақсы қуырылғаннан кейін мен помидор салдым. Помидор салып, помидорымыз жақсы қуырылғаннан кейін суымызды құйып, горохымызды саламыз. Горохымыз еттен кешіп пісетін болғаннан кейін етпен бірге саламыз. Мен горохты жуып, 2-3 қайтара жуып салдым. Осылай. Мұны сәл қайнап, етіміз пісе бастаған кезде картошкамды салып, фасоль салдым. Фасоль, маш жасаңыздар болады, маш. Соларды салып, араластырдым. Лапша салдым мен, негізі балаларға арналған. Сіздер салсаңыздар, салмасаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады.
подписка кнопкасын басып тіркелуді ұмытпаймыз.